Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Өтсе уақыт зымырап, тарихты қалай ұмытпақ. Соғыста өлген ерлерді егіліп ескап жырпақ. Болмасын соғыс болмасын, көңілге мөлшер толмасын. Аналар жесір, сәбилер жетім, кәрі жүзі солмасын. Елім деп соққан жүрегі, қалмаған жауға білегі. От кешкен әрбір жауынгер соғыстың жайын біледі. Ақ шашты ғазиз ардагер, қорғаған отан нағыз ер. Бас иіп қалғыз айтамын бүгін, артынан халық қалың ел. Ынтымақ бірлік ұранын адамзат бүгін құрмасын. Бөлініп нұрға жер беті, әлемге бейбіт орнасын. Болмасын соғыс болмасын, көңілге мөлшер толмасын. Аналар жесір, сәбилер жетім, солмасын. Ақ шашты ғазиз ардагер, қорғаған отан нағыз ер. Бас иіп қалғыз айтамын бүгін, артынан халық қалың ел. Аналар жесір, сәбилер жетім, кәрі жас жүзі солмасын. Бас иіп қалғыз айтамын